1941 жылдың 22 маусымы. Халықтың жүрегіне жара салған қаралы таң. Сол күндері халық түргілеп, ел тағдыры тараза басына түсті. Мәскеуде үлкен жиналыстарда Сталиннің дауысы радиодан естіліп, әрбір жанды серпілтіп, үміт отын жақты. Ол халықты жауға қарсы бірігуге шақырды. Біздің ісіміз әділ, жеңіс біздікі болады деген сөздер елдің еңесінен тіктеді. Жастар ел қорғауға бірден аттанды. Ата-аналар ұлдарын майданға қимай, көздеріне жас алып, қоштасу сөздерін айтты. Ана жүрегі баласын жібергісі келмеді. Сарбаздар үнсіз сапты деп пойызға қарай бет алды. Әр қадамда арттарында қалған туған жердің, ананың, сүйген жардың үні естілгендей. Жартастың биігінен сарбаздар төменге құлап, оқ жаудыра бастады. Танкілер үйлерді бомбамен қиратты. Күл мен шаң аспанға көтерілді. Жаулар бір-біріне оқ жауынбырын төгіп, жерді қопарып, бомбалар жарылды. Ұлы жеңіс миллиондаған жүректің арманы мен үміті орындалған күн. Бұл күн қан мен тердің, ерлік пен көз жастың тарихқа айналған ұлы сәті. Әлемді шапырған сұрапыл соғыс тоқтап, көк жүзінде бейбітшілік таңы қайта атты. Майдан даласында мерт болған боздақтардың рухы аманаттай сақталған. Ал тірі қалғандар бейбіт өмірдің шырағын жақты. Ұлы жеңіс батырлықтың, бірліктің, отансүйгіштіктің шынайы белгісі. Біз әрқашан жауынгерлердің ерлігін естен шығармай, олардың жасаған ұлы ісіне тағзым етеміз. Бауыржан Момышұлы қазақтың әйгілі әскери қолбасшысы. Ұлы Отан соғысында даңқы шыққан стратег және тактен жазушы, Кеңес одағының батыры. Бауыржан Момышұлы 1941 мен 45 жылдарында қан майданда отан үшін жан аямай шайқасты. Бауыржан Момышұлы ұрыс даласында шеберлігімен, қайсар мінезімен, сарбаздарға деген қамқорлығымен ерекшеленді. Ол «Мен ұрысқа туған жерім үшін, халқымның абыройы үшін аттандым» деп айтқан. Оның ерлігі тек бір сарбаздың емес, бүкіл қазақ халқының қайсар рухының көрінісі. Мәншүк Мәметова Ұлы Отан соғысында ерлікпен қаза тапқан, Кеңес одағының батырлығы атағын алған алғашқы қазақ қызы. Ол отаншылдықтың, қайсарлықтың, ерлік пен рухтың символына айналған батыр. Ол өз еркімен майданға барып, пулеметші ретінде ерлік көрсетті. Невель шайқасында Мәншүк ауыр жараланса да, соңына дейін жаумен шайқасып, ерлікпен қаза тапты. Ол майданға аттанарда «Мен халқым үшін жанымды беремін» деп серт берген еді. Мәншүк осы сертіне адал болып, ер жүректілігімен ел есінде мәңгілікке қалды. Мәлік Ғабдуллин Ұлы Отан соғысының қаһарманы, Кеңес одағының батыры, жазушы, ғалым, қоғам қайраткері. Ол жауынгерлік ерлігімен ғана емес, соғыстан кейінгі ғылым мен мәдениетке қосқан үлесімен де ел есінде қалған ұлы тұлға. Ол 1941 жылы майданға аттанып, Мәскеу түбіндегі шайқастарда ерлік көрсетті. Бір шайқаста өз взводын жау қоршауынан аман алып шығып, асқан батырлық танытты. Ол «Біз отан үшін жанымызды құрбан етуге дайын болдық» деп халқын жігерлендірілген. Әлия Нұрмұхамедқызы Молдағұлова Ұлы Отан соғысында ерлікпен қаза тапқан қазақтың қаһарман қызы, Кеңес одағының батыры. Ол отансүйгіштіктің, батырлықтың, қайсар рухтың символына айналған ұлы тұлға. Әлия өз еркімен соғысқа сұранып, 54 атқыштар бригадасында шайқасты. Ол 80-нен астам жау әскерін жойып, ерлігімен көзге түсті. 1944 жылы Псков облысындағы ұрыста ерлікпен қаза тапты. Әлия «Мен отан үшін жанымды аямаймын» деп туған жеріне адалдығын көрсетті. Ұлы Отан соғысы. Халқымыздың сол сәттегі ең қиын сәттердің бірі кезең десек те болады. Осы біздің Ұлы Отан соғысына көптеген бұйымдар қазақтарға жеткізіліп отыр. Осы бұйымдар қазақтардың ең ауыр сәтін, Ұлы Отан соғысының қандай қиындығын, осы халқымыздың батырлығын, ерлігін көрсете алады. Сол үшін біз қазір музейге ақырын сіздерге көрсетуге дайынбыз. Ұлы Отан соғысының батыры, қаһарманы, командирі Бауыржан Момышұлы. Ол өзі 1941 жылы Мәскеуде өте ерлік көрсеткен батыры десек те болады. Сол біздің Бауыржан Момышұлында көптеген бұйымдары қалған болатын. Осы музейде бізде ең қалған бұйымдары өзінің әскерде киген киімі, әскерден қалған қылыштары мен соғыста қолданған бұйымдары ғана қалған.
Ұлы Отан соғысында ардагерлерімізге ең керекті болған, яғни жауға шыққандағы ең әсер еткен қарулардың бірі ол бізде осы бомба атқыш қарулар болған. Осылар арқылы біздің қазіргі таңда біз тәуелсіз елміз.